күн достар, бүгін сіздерге қобыз аспабының қылын қалай ауыстыру керек екені туралы түсіндіретін боламыз. Және де қобыз аспабының құлақ келтірілуі туралы тюнер арқылы қалай сіз қобыз аспабын келтіресіз, соны түсіндіреміз. Біз бірінші ескі қылды шешеміз, ол үшін қиып, мына тесіктерінен алып тастаймыз, құлағынан алып тастаймыз қылды, сосын жаңа қыл тағатын боламыз. Мына ре шегі, біз бірінші шекті дайындадық. Қазір біз бұны бас жағын түймелеп жіппен орайтын боламыз да, астындағы ұстайтын тесік арқылы өткізіп, құлаққа кіргізетін боламыз. Бірінші біз қазір жіпті аламыз, сосын түйіп аламыз да қылдың ұшын. Сосын оны қатты ұстап тұру үшін жіппен айландырып, оны көрсетпей, осылай айландырып дайындаймыз. Ре шегін дайындап қойдық. Енді екінші шек ля шегі. Ол ре шегінен қарағанда жіңішке болады. Мұнда 90 болса, мұнда 60 болмаса 70 қыл болады. Бұны да жіппен байлап дайындаймыз. Сіздер бірінші осындай жіп дайындап аласыздар, 2 қабат. Соны мына тесіктен өткіземіз. Бірінші ре шегін өткізіп алсақ болады, сосын ля шегін. Өте оңай болу үшін мына жіптің соңғы жағын осылай өткізіп аласыздар. Сосын осы жіптен қылды өткізесіз. Қылды өткізгеннен кейін мына жағын жібермей ұстап тұрасыз. Қылды өткізгеннен кейін қараңыз. Қана тартып қалсаңыз, ол мына жақ шекке өтеді. Осылай 2 шекті өткізіп аласыз. Жіпті өткізіп аламыз, ля шегінде, екінші шегінде, сосын ішіне салып, сосын тартып қалсаңыз, ар жағына өтеді қыл. Осылай өз жұмысыңызды жеңілдетіп алсаңыз болады. Міне біздің қылымыз дайын. Осындай жіп дайындап аласызда, сізге біреу көмектесіп, қатты тартып тұру керек қылды. Сосын қыл тартып тұрғаннан кейін 1-2 рет осылай жіпті айландырып аласыз. Айландырып алғаннан кейін оны қаттырап байлайсыз 2-3 рет. Байлап болғаннан кейін оны өру керек болады. Тура солай екінші қылды да солай жасайтын боласыз. Және де қылдың байлаған жері кішкене мына тесікке жақынырақ болу керек. Бұны өзіңіздің шашыңызды өрген сияқты болмаса, біреудің шашын өрген сияқты қатты тартып отырып, осылай өресіз соңына дейін өріп болғаннан кейін оны осы тесік арқылы өткіземіз. Осылай толығымен өреміз, өргеннен кейін оны осы жерден өткіземіз, мына 2 тесігінен өткіземіз. Бірінші шекті, екінші шекті осылай асықпай өткіземіз. Осылай тесігіне өткізіп аламыз да, сосын тартамыз. Сонда толық қыл өтеді. Тура солай екінші шекті де өткізіп аламыз. Енді осылай 2 қылды өткізіп алғаннан кейін оны түймектеп байлаймыз. Осылай қаттырақ байласаңыз болады. Егер сіздің мына тесігіңіз үлкенірек болса, 2 рет байласаңыз болады. Менде мен 1 рет байлаймыз, осылай болды. Сосын кішкене төмен түсіріп тартып, осылай айландырамыз. Сонда қылымыз дайын болды деген сөз. Біз қылды тағып болдық. Енді тюнер арқылы құлағымыз келтіреміз. Бұл соль дыбысына келдік, G, және де ре, ди дыбысына келеді, ол кварта. Және квинтаға келтірсеңіз болады, ол үшін G-ді A дыбысына көтереміз. Осылай квинтаға да келтірсеңіз болады.